Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздің назарыңызға дәріс 12. Вегетативті арамшөптерді жоюға бағытталған агротехникалық шаралар. Арамшөптермен күресудің біріктірілген жүйесі. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Арамшөптерді механикалық жолмен жою. Үшінші сұрақ. Механикалық тұншықтыру. Негізгі болатын ботаникалық процесс. Төртінші сұрақ. Арамшөптермен тамыр сабақтарына кептіру және сүрту арқылы әсер ету. Арамшөптермен күресудің біріктірілген жүйесі. Негізінен топырақ температурасы 15-20 градус Цельсиясына дейін қызғанда шығатын арамшөптер жатады. Тұқым шашу негізінен жаздық астық тұқымдас дақылдарын орап алғаннан кейін жүреді. Қанбақ құрай арамшөбі қуаңшылыққа төзімді өсімдік. Жапырақтары тікенекке айналған, ал орақтан кейін тез өседі. Және 1 метрге дейін қатты жайылған өсімдік пайда болады. Қатты жел тұрғанда егістік танаптардың бетімен домалау кезінде бүкіл танапқа айналасына тұқым шашады. Бір өсімдік 200 мыңдай тұқым түзеді. Тұқымнан топыраққа өсу қабілетін сақтай уақыты 2 жылға дейін. Ал қанбай ащы топырақтарда да өсе береді. Сондықтан да оны кейде орыс сораны деп те атайды. Ауыл шаруашылық дақылдарының егістігінде мысық құйрық итқонақтан бөтен осы тұқымдасқа жататын. Оның көк итқонақ, шоқ итқонақ деген түрлері кездеседі. Көк итқонақ кең таралған өте зиянды арамшөп, әсіресе тары және отамал дақылдарға үлкен зиян келтіреді. Өсімдіктің биіктігі 20-10 сантиметр. Өсудің алғашқы барысында өте жай өседі. Бір өсімдік 5-7 мың тұқым береді. Тұқым топыраққа температурасы 15 градус Цельсиясына жоғары көтерілген кезде өсе бастайды. Тұқымы топырақта өсу қабілеттілігін 7-10 жылға дейін жоғалтпайды. Қызыл немесе кәдімгі гүлтажы. Ол бір жыл барлық жерлерде кездеседі, бүкіл дақылдарды ластайды, әсіресе отамалы және көкөніс дақылдарын. Тұқымды көп береді, 500 мыңға дейін. Көкөніс дақылдарын тұқымды көп береді. Тұқым кездеспесе көкөніс дақылдарының егістерінде жаңағы арамшөп тұқымды көп береді және 500 мыңнан миллионға дейін. Тұқымның көктеуі 20 градус температура жоғарылаған кезде тіпті тез жүреді. Топырақта тұқымның өсу қабілеттілігін сақтай мерзімі 10 жылға дейін жоғарылады. Келесі арамшөп бізде сіздің назарыңызға қара алқа немесе қарақат. Бұл өсімдіктің биіктігі 90 сантиметрге дейін болады. Сабағы тік, бұтақталған, ал жапырақтары жұмыртқа тәрізді немесе үшбұрышты болып келеді. Гүлдері ақ түсті, тұқымы шырынды, көп тұқымды, жасыл, қара
жемістерінде орналасқан. Тұқымның ұзындығы 1,175 2 миллиметрге дейін. Ені 1,5 миллиметр. Мың тұқымның салмағы 0,175 грамм. Тұқымнан қазанға дейін гүлдейді. Бір өсімдік 500-ге дейін тұқым береді. Кейбіреулері 40 мың және де одан жоғары тұқым бере алады. Тіршілік сақтау қабілеттілігі 3 жылға дейін. Енді егістікте барлық дақылдарды ластайды. Көбінесе суармалы егістіктерде кездеседі бұл арамшөп. Кен шығатын арамшөптердің негізгі күрес шаралары ол орақтан кейін топырақты сыдыра жапырашықтармен өңдеу, отамалы дақылдарды күтуге агротехниканы қатаң сақтау және пар танаптарын өңдеу барысында агротехниканы сақтау. Қарабидай арпабасы ол орманды және алқапты аймақтарда кең таралған. Көктеп шыққан жылы шоқтанып, өте жақсы дамиды. Және келесі жылы өсімдік биіктігі 10-12 сантиметр тереңдіктен көктеп шығалады. Және тұқымдары 10-12 сантиметр көктемде 10-12 сантиметрден шығалады. Тұқымнан өсу қабілеттілігін жоғалтпайды. Сақтау мерзімі 1 жылдан 3 жылға дейін. Сақтау. Ал кәдімгі сепсибас немесе орысша айтқанда метелица обыкновенный, апера спика деген ылғалды аймақтарда кең таралған және жауын-шашын мол жылдары үлкен зиян келтіреді. Негізінен күздік дақылдарды ластайды. Тұқымы ұсақ, мәдени дақылдар тұқымнан оңай айыруға болады. Өсімдік биіктігі 100 сантиметрге дейін жетеді. Және бір өсімдік 16-20 мың тұқым түседі. Ал топырақтың ылғалды беткі қабатынан көктемде және күзде көктеп шығады. Топырақта өсу қабілетін жоғалтпайды және 7 жылға дейін сақталады. Арамшөп тамыр сабақтарını кептіру және үсірту арқылы әсер ету. Тұқымы ерте көктемде немесе күзде көктей беретін өсімдіктерде жатады. Егерде тұқымы ерте көктемде көктеп шықса, өмір сүру ұзақтығы сол жылы аяқталады. Ал егерде тұқымы кеш күзде көктесе, өсімдіктің тұқымынан бірінші жылы жерге жабысып өсетін жапырақтармен өте күшті дамыған тамыр жүйесі бар өсімдік пайда болады. Енді тіршілік қабілеттілігі 10 жылға дейін сақталады.
көк кекіре, орысша василек синий дейді. Бұлар күздіктер мен көпжылдық арамшөптерді ластайды. Кең таралған арамшөп қатарына жатады. Бір өсімдіктің 1-ден 70 мыңға дейін тұқым түзеді. Ал топырақта өсу қабілеттілігі 3 жылға дейін сақтай алады. Көк кекіре тұқымның сантиметр тереңдігінен өсіп шыға алады және өсу қабілеттілігін жоймайды. 3 жылға дейін сақталады топырақта. Ал көк кекіре тұқымның 5 сантиметр тереңдікте көмсе, ал өсіп шыққанға дейін жылдары сақталады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңдар.